Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біздің YouTube арнамызда мәжіліс депутаттығына бір мандатты округтен кандидат Арайлым Назарова келіп отыр. Арайлым, уақыт бөліп сұхбат беруге келіскеніңізге көп рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Алдымен орталық сайлау комиссиясына бір құлақ қағыс жасап алайын. Жалпы бұл сұхбат біздің арнамызда жүріп жатқан сұхбат бәрі тегін негізде, ешқандай ақылы емес, және біз әр платформадағы, әр саяси көзқарастағы кандидаттарға жаңағыдай бірдей алаң беруге тырысамыз. Енді әңгімемізді бастасақ, 3 күн бұрын сізге звондап, сұхбат беруге шақырғанда сіз бірден келістіңіз. Бірақ бірсыпыра кандидаттарға да осындай звондаған, олар алдын ала сұрақ жіберуін өтінді. Сіз неге жаңағы бірден келісіп, осындай қандай сұрақ қоясың, қандай мәселе көтерілесің деп сұрамадыңыз? Мен ойлаймын, ең бірінші кезекте кандидат болып ұсынылғаннан кейін, қоғамның алдында жүруге қадам жасағаннан кейін адам ашық болу керек. Тәуелсіз журналистика, бақ деген ол биліктің 4-ші бір құралы, халыққа жеткізуші сол платформа болғаннан кейін, мейлінше біз үнемі ашықпыз. Қандай да бір жұмыстарымыз болса да ысырып қойып, уақыт табуға тырысамыз. Алдын ала сұрақ, негізі ыңғайсызданам, алдын ала сұрақ қойған, одан кейін алдын ала сұрақтарды біліп алсын, ол бір жасанды болып қалуы мүмкін. Одан кейін қорқатын ештеңем жоқ, барлық сұраққа жауап беруге дайын. Демек, сіз қорқатын ештеңе жоқ. Иә. Бірақ осында келе жатқанда ең бірінші сұрақ қандай сұрақ қояды деп ойладыңыз? Сайлау туралы сұрайтын шығар деп ойладым, кандидаттар туралы сұрайтын шығар деп ойладым. Жақсы, сайлау кандидат туралы онда екінші сұраққа ауыстырайын. Бірінші сұрақ мынандай болса, сіз мысалы журналистердің назарына тәуелсіз сайлау бақылаушылы ұйымның белсендісі ретінде түстіңіз, ең бірінші. Енді осыдан сұрақ туады. Мысалы, сіз туғанда 1990 жылы Назарбаев билікте болатын. Ол кезде КСРО төрағасы басқарып отырды. Сіз Үрімжарда оқыдыңыз ғой? Үржарда, иә. Үржарда туып, сол жерде оқыдыңыз. Сол жерде оқып, мектеп бітірдім. Үржарда балабақшаға барсаңыз, сол кезде Назарбаев ел басқарып тұрды. Сіз Үржарда мектеп бітіргенде Назарбаев тағы да Қазақстанды басқарып тұрды. Сіз басқару академиясын бітірдіңіз, оқу Алматыда? Алматыда мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы бойынша. Ол кезде де Назарбаев билікте отырды. Сонда былай қарағанда 90 жылдың түлегісіз, жаңа 90 жыл дүниеге келдіңіз, 30 жыл бойы Қазақстанда жаңағы Назарбаевтың кезінде көз аштыңыз. Бірақ сізде жаңағы әділ сайлауда бақылау деген ұстанымдар қайдан шықты? Негізі өзім мектептен белсендімін деп айтсам болады. Одан кейін студент кезімізде біз өте белсенді болдық. Мемлекеттік және жергілікті басқаруда болғаннан кейін біздің сабағымызда міндетті түрде саясат тақырыбы айналып өтпейтін. Біздің тобымызда бұл өте жиі қозғалатын. Біз топтың ішінде де оппозиция және мемлекетшіл, жаңағы қазіргі системаның азаматтары болып бөлінетін, билікке баратын, бармайтындар болып та пікірталастар болып тұратын. Сол кездері біздің Алматыда Рух пен тіл деген жастар клубы болатын. Жанболат Мамай жетекшісі болды, Мұхтар Шаханов атындағы. Сол клубтың мүшесі болдық. Сол студент кезімізде де бірнеше митингтерға, Сарыарқадағы барлығына қатысып жүретін едік. Одан кейін университет бітіргеннен кейін біраз жұмысқа кеттік, жеке кәсіпке кеттік. Сонымен бұл сала біраз қалды. Арайлым, тоқтай тұрыңызшы. Сіз жалпы осы Қазақстанда тұрдыңыз ба? Иә. Сіз хабардың пропагандасы, 30 жылғы Назарбаевтың жетістігі, мектепте, балабақшада, студент кезіңізде қалай осы ауруға шалдықпадыңыз? Енді бізде үйде отбасында ағаларым оппозиционер болатын. Біздің үйде дат үнемі болатын. Дат деген газет әр апта сайын ол қалмай оқылатын. Сарыарқаның артында ол кездегі Жанер Ғалиевалар барлық митингтер өткізіп жүретін. Сол митингтерға жиі ертіп баратын, соған барып жүрдік. Содан негізі мен бала кезінде әліппені бастаған кезде, мен фамилиям Турлиева болатын, басқаша. Әліппені ашып мектепке барған кезде, әліппенің ең бірінші бетінде Назарбаевтың тілегі ИН Назар деген қол тұратын. Соға мен қатты қызығатын. Сол кезде, ол кісіні білмеймін, сол кезде бір мен де өстіп қол қойғым келеді деп ойлайтын. Сөйтіп қоймай жүріп фамилиямды Назарова ауыстырып алған дедім. Назар деп қол қояды. Оған өкінесіз бе? Жоқ, өкінбеймін. Фамилиям өзіме ұнайды. Бір еліктеушілік болды да, сондай. Одан кейін есімде біздің ауылға сайлау кезінде осы бір мандаттық болып тұрған Төлен Тоқтасынов, Тұрлыхановтар келген.
ауылға сайлау өтті, сайлауға түсіп жатты. Сол кезде Төлен Тоқтасынов оппозиционер, біздің әкімшілік концерт беруге жаңағы алаңды береді, одан кейін алаңды тартып жаңағы концерт өткізбей қойды. Одан кейін ол кісілер топырлап бір сол жердегі ауылдағы біреудің үйінің есік алдына апарып концерт қойып, сондай бір ауылда сол кездегі сайлау өте қызу талқыда болып, сол кезде сол Тоқтасыновқа көршілердің бәрі жабылып жүріп, дауыс беріп, агитация жасап, сондай бір іс-шаралар болған. Сол кезде қатты қызыққан едім. Сол кезден бастап деп ойлаймын, оппозицияға қарай көзқарас, одан кейін мектепте де әртүрлі шаралар, білмеймін, көңілім көп нәрсеге толған жоқ. Сонда жаңа ағаларым, үйдегі кісілер, жақындарыңыз оппозицияға жақын болды деді. Енді бәрібір біз қазақи түсініктегі адамдарымыз ғой. Қыз баланың саясатқа араласқанын, саясатқа қызыққанын ол кісілер қолдады ма? Қолдайды. Қазір де қолдайды. Неге? Енді қауіпті ештеңе жоқ деп ойлаймын. Бір шектен шығып ештеңе жасап жатқан жоқпыз. Тәуелсіз бақылаушы болу деген барлығы заңның аясындағы тірлік. Енді ол менің жүрегімнің қалауы. Қоғамда өзгертуге өзіме кішкене болса да үлесімді қосқым келеді. Мен саналы түрде осы мамандықты таңдадым. Сондықтан өзімнің мамандығымнан алысқа кеткен жоқпын деп ойлаймын. Бірақ сіз жаңа айтып отырсыз ғой, жаңа біз бала кезден жаңағы белсенді болдым, үйде датты оқыдым, жаңағы бүкіл митингтерді қадағаладым деп. Бірақ сіздің осы бір саяси процестерге қатысқанда өз замандастарыңызбен салыстырғанда сізде бір андай хайптық белсенділік жоқ та. Өйткені көп жастарда бар ғой, андай жатып алады да, биліктің тілімен айтқанда диван батырлары, болмаса әлеуметтік белсенділік сияқты. Ой, анау да жаман, мынау да жаман, ананы құрту керек, мынаны құрту керек дейді. Жаңағы бізде әзіл қалжыңдарды айтылады, не істеу керек еді, ананы не қылу керек еді деген, тек сондай тонда ғана айтып отырады. Мысалы, сіз сайлау бақылаушысы ретінде жүрдіңіз. Енді бақылаушы дегенде ол жұмыс ауыр зат қой. Жалпы көзге түспейді. Көзге түспейді, еңбек көрінбейді. Еңбегіңіз көрінбейді, атыңыз шықпайды. Неге сондай жаңағындай көрінбейтін белсенділікті таңдап алдыңыз? Жалпы хайп қылу деген ол менің табиғатыма жат нәрсе деп ойлаймын. Мен өзім жүйелі түрде жұмыс жасаған ұнататын адаммын. Тәуелсіз бақылаушы болу мен үшін сайлау басталды, бұл процестің бәрін ұйымдастыру керек, құжат жүзінен қаншама адамды оқытасың, дайындайсың, сайлау күні бақылауға барады, сол күні таңертеңгі сағат 6-дан ертесіңгі таңғы сағат 3-4-ге шейін бақылау жүреді, санақ өтеді, оның бәрін консультация, одан кейін сотқа бересің. Бұл бір процесс жасайсың, оның нәтижесі бар, басы бар, және соңғы қорытындысы бар. Қорытындысы біткені оның үлкен баяндамалары бар, есептері жасалынады. Енді бұл үлкен хайп, бір бақ өкілдерінде талқыланатын шаруа болмаса да, бұл үлкен кейстер. Біз осыған дейін бірнеше соттар өттік, оның барлығы кейс. Бүгінгі күні де ойлаймын, Алматы қаласында дәл осыншама көп кандидаттардың болып отырғанда, және олардың әрқайсы бақылаушыларға сеніп, Алматыда таза сайлау өту мүмкіншілігі бар дегені. Сайлауға кейінірек не қылайық. Жаңағы сіздің бақылаушының қызметіне тоқтала кетсек, өйткені бізде көптеген азаматтар білмейді да, мысалы әлеуметтік желіде біреулер ойбай, ананы қыру керек, жою керек, ананы құлату керек, билікті ауыстыру керек деген күн сайын бір 5-6 пост жазып қояды, сосын мыңдаған подписчигі бар, бірақ іс жүзінде ештеңе істемейді. Ал сіздердің жаңа айтып отырған сайлауды басынан аяғына қадағалайсыздар, сайлау қадағалаушыларды үйретесіздер, одан кейін жаңағы соттасасыздар, дауыс санайсыздар, соны айналып келгенде сіздер билікке жек көрінішсіздер, бірақ ешбір кандидаттар сіздерге рахмет айтпайды. Дұрыс қой? Соның айналып келген кезде нәтижесі осы сайлау туралы заңға осындай өзгерістер әкелуге әкеп соқты. Енді аккредитация алу керек, фото-видеоға түсірген фото-видеоны рұқсатсыз таратуға болмайды деген сияқты шектеулерді қойып тастады. Мен ойлаймын, осы бақылаушылардың еңбегінің нәтижесі, және одан бір сескенгеннен, қорыққаннан осындай іс-әрекеттерге барды деп билік. Сайлау бақылаушыларының ең белсенді кезі бізде Әміржан Қосанов кандидат болған кезде, президентке түскен кезде. Кеше сіздің әлеуметтік желіңізде бір посттарыңызды оқып қалдым да, сол жерде бір кісі коммент жазыпты, сонда айтады. Қосановтың кезінде біз белсенді түрде жаңағы сайлау бақылаушысы болдық, бірақ ана кісінің анандай тірлігінен кейін біздің бәрінен көңіліміз қалды деп. Сіздің көңіліңіз қалған жоқ па сол сайлауда? Ол сайлаудан кейін менде өте үлкен депрессия болды.
қатты көңілім қалды. Ол кезде білмеймін, жыламаған адам жоқ шығар. Жылағанда ол Қосановтың жеңілгенінен емес, жаңа халықтың сағысынып кеткеннен үлкен бір үмітпен қатысты. Біз өзіміз сол кезде бір топта болғанда 615 адам болдық. 615 адам, ол тек біз білетін ғана бақылаушылар шықты. Барлығында үміт, бір өзгеріс болады, шынайы өзгеріс болады деген, бұл бейбіт өзгерістің түрі деген үміттер болды. Бірақ бәрі сағат 11-де су сепкендей себілді. Көп адамдардың қолдары түсіп кетті, сол жерде кетіп қалған кез болды. Ертесің Алматы аренадағы митинг. Одан кейін арамыз жаңағы сирей бастады. Бірақ та біз артынан осы ұйым құрылды, шешімге келдік. Біз көрдік, сайлау ол өте мықты құрал екендігін. Бұл бейбіт түрде жаңағы кез келген жүйені өзгертуге болатын ең заңды құралдың түрі осы. Себебі мен елімізде қан төгілгенін қаламаймын. Бір қирағанын, бүлінгенін, ол қайтадан қалпына келтіру өте қиын. Давайте біз лучше мықты кандидаттар түсін, бақылайық, таза, әрі, әділ, бейбіт, күшті сайлау өткізейік те, сол арқылы қалаған өзгерісімізге жетейік деген мақсатта бақылап келеміз. Сол сайлауда қандай да бір былықтар байқадыңыздар ма, мысалы? Өте көп болды. 2019-да. 2019-да өте көп болды. Ең үлкен классификация. Мынандай, бізде сайлау былық, жаңағыдай әділетсіздік десе бәрі жоғары жаққа айта береді ғой, о, таңдар тапсырған деген сияқты. Бірақ енді жергілікті бір сайлау учаскелеріне барсаңыз, кәдімгі қарапайым адамдар болмаса зейнеткерлер, солардың өзі жатып алып тұрып, заң бұзып, жаңағы бір әділдік талап еткен болмаса жаңағыдай фотофиксация требовать еткен адамдар, талап еткен адамдарды итпен қуып жатады ғой. Ол жалпы сонда халықтың өзінің билік жүйесін қолдап отырған ма, или әділетсіздікті қолдап отырған ма? Басал десе шашалатын бізде адамдар бар. Жаңа мүмкін басшылығына жағынғысы келетін шығар. Мүмкін ол алдындағы істеп отырған, менің ойымша, кейбір бізде сайлау комиссиясының мүшелері өздерінің атқарып отырған қызметтерінің қаншалықты маңызды екендігін түсінбейді. Соны түсінбегендіктен ол кісілер осындай қылмысқа барады деп ойлаймын. Себебі қанша фальсификация болады, оны біз фотоға түсіреміз, видеоға түсіреміз, соттасамыз, бірақтан бір әкесінің құнын қорғағандай қорғайтын адамдар бар да, сол мүддені, сол дауысты біз айтамыз да, ол явка ештеңкеге әсер етпейді. Давайте таза өткізіп берейік, жақсы, келіспейді. Бізде ол 2019-да болған бір кісі, Қазгидрометтің дегі учаскеде дауыстарын барлығын санайды, санаған бойынша оқып тұр, мына жерде мынанша дауыс дейді, кетіп қалады, хаттама жазып алып келеді, мүлдем басқа сандарды хаттама жазып келеді. Сондай ситуациялар болды. Енді бұның барлығы, мен ойлаймын, осы уақытқа шейін жүйенің бір нәтижесі. Сайлауда бюджеттік қызметкерлер болғаннан кейін ол кісілер соны жасауға мәжбүр. Сондай іс-әрекеттерді жасауға мәжбүр, сондықтан да барады. Ол біріншіден түсінбегендігі, екіншіден мәжбүрлегендігінен. Осы сайлауда, 19 наурызда өтетін сайлауды бақылайтын тәуелсіз бақылаушылардың қатары көп па, аз ба? Және қалай болады? Осы жыл қатар көп болады деп ойлаймын. Бұның алдындағы парламенттік сайлауға, референдумға, президенттікке қарағанда, себебі кандидаттар өте көп. Әр кандидаттың артында өзінің бақылаушысы бар, және әр кандидаттың артында сенімді өкіл бар. Сенімді өкіл мен бақылаушының құқығы бірдей. Сондықтан осы сайлау Алматы қаласында толығымен бақылаушылармен қамтамасыз етілу керек. Сол 2019-дағы мен пара-пара бір сайлау болатын шығар деген ойдамын. Енді сіздің кандидаттығыңызға кезек. Сіз Алматы қаласынан сайлау округіңіз 4-ші округтан түсіп жатсыз. Қанша қарсыласыңыз бар? 33. 33 қарсыласыңыз бар. Енді мынандай сұрақ. Алматы қаласында дәстүрлі түрде дауыс беруге келетін адамдар аз. Иә. Оған сіздер 33 кандидат түсіп жатсыздар. Иә. Сіз ойландыңыз ба, осы керек па, керек емес па? Біз құжат тапсырған кезде осыншама кандидат болады деп ойлаған жоқпыз, білген жоқпыз. Енді 19 күні көреміз. Бұл енді өте қиын жағдай. Бір бюллетенде 33 адамның фамилиясы тұру, оның ішінен өзіңнің адамыңды табу өте қиын. Бұл жерде кім көп дауыс жинайды, екінші тур деген жоқ. Мүмкін біреу 5000 дауыс, біреу 5001 дауыс жинауы мүмкін, сол 5001 дауыспен өтіп кетеді. Сондықтан енді кімнің үгіт насихаты жақсырақ,
мен ойлаймын, үгіт насихатта бұл жерде ең маңыздысы көзбе-көз, бетпе-бет жүздесу арқылы ғана дауыс жинауға болады. Себебі көшедегі билборд, әлеуметтік желідегі әркімнің өзінің парақшасында жазылып жатқан оның бәрі сайлауда ешқандай рөл атқармайды. Біз қанша жыл бақылаушы болып келе жатырмыз, біз примерно сайлаушының характерін білеміз. Мен ойлаймын, біздің штабтың артықшылығы сода деп, біз примерно сайлаушының характерін білеміз, қандай адамдар келетіндігін білеміз, және ол кісілердің іс-әрекетін, және сайлау күнгі болатын бүкіл процесс басынан аяғына шейін сағат нешеде қанша адам келу керек, сосы жүйені білгеннен кейін біздің бір штабқа сәл жеңілдеу сияқты. Біз целевой аудиториямызды нақты тауып береміз деген ойдамын. Сол сайлаушылардың кейпін сипаттап беріңізші, біріншіден, екіншіден, үшіншіден деген сияқты. Ең біріншісі бұл бізде мемлекеттік қызметкерлер, бюджеттік қызметкерлер. Екіншісі бізде жабық территориядағы азаматтар, 100% заявка болады сол жерлерде. Үшіншіден бұл бізде 45 плюс жаңағы үлкен кісілер. Және өзіңіздің замандастарыңызға сенбейсіз? Замандастарым өте аз барады. Өкінішке орай сайлауға өте аз келеді. Осы адамдар ғана бізде сайлауға келетін. Ал жалпы сайлауға қатысу деңгейі өзіңіз білетіндей Алматыда 18-20%-дің арасында. Сізді байқадым, былай халықтың арасына, елдің арасына барып үгіт насихат жүргізіп жүрсіз. Енді сайлаудың басында мысалы Динара Егеубаева олар қатты мәлімдеме жасап, ең бірінші барып құжат тапсырған. Енді қазір үгіт насихаттың тең ортасына келді. Бірақ әлі күнге дейін бір белсенді үгіт насихат жүргізіп отырған жоқ. Оның қасында сіз халыққа, елдің арасына барып жүрсіз. Елге барғанда қалай барасыздар? Қалай шақырасыздар? Сіздер кездескенде не айтады олар? Сіз не айтасыз? Біз ең бірінші біз көрдік. Бірінші әр үйге, пәтерге кіріп, үлкен дворға келеміз, бөлініп подъездбен әрбір пәтерге кіріп шығып, сөйлесіп, қағазымызды беріп жүрміз. Аша ма есіктерін? Есіктерін ашады. Көп кісілер кейде өкпе-наздарын айтып жатады, проблемаларын айтады. Сосын біреулер қараймыз, оқимыз деп жатады. Одан кейін біз базарларды араладық. Одан кейін біз бір жаңағы аулаларға барып, музыканттарымызбен, әншілерімізбен барып, аниматорларымызбен барып концерт қойдық. Өзімізге де көңілді болды. Адам өте көп жиналып, барлығы терезеден көріп шығып, баталарын беріп жатыр, сөйлесіп, проблемаларын айтып жатыр. Енді көбіне халықтың көңіл толмайтын баспана мәселесі, әлеуметтік төлемақылардың аздығы, жұмыссыздық мәселесі жастар арасындағы, жас отбасыларына арналған баспана бағдарламаларының күрделілігі, первоначальный взнос, өте көп айтылатын мәселелер осы. Саяси мәселе қозғамайды? Саяси мәселе жоқ, көбіне әлеуметтік мәселелер. Халықтың көкейінде жүрген және қымбатшылық. Мен ойлаймын, мемлекеттегі бұл бірден бір қазір тездетіп қолға алу керек жағдай деп ойлаймын. Әлеуметтік мәселе, себебі қарны аш адамның немесе көңілі тоқ емес адамның, қарны аш адамның көңілі тоқ болмайды ғой. Көңілі тоқ емес адам ол мемлекетке де наразы болады. Адам мемлекетке наразы болғаннан кейін бір күні ол наразылық шығады. Ол қандай форматта шығатын біз қаңтар оқиғасында көрдік. Қымбатшылықтың неге әкеп соққандығын. Қаңтар демекші, мысалы, қаңтар болғаннан кейін көптеген сарапшылар мынандай пікірде болды. Негізі алаңға шыққан, жаңағы мүліктер тонаған, болмаса дүниені төңкеріп тастаған деп жаңағы айыптау реңкте сөйлегендердің бәрі, оларды айтты, мысалы, Алматының сыртындағы тұрғындар деп. Ал сіз енді Алматы қаласы бойынша түсіп жатсыз ғой. Сол өздеріңіз сайлаушыларыңыздың арасында да жаңағы наразы топ сондай көшеге шықты деген неге келісесіз ба сіз? Қаңтар оқиғасында көшеге халық шықты ғой. Соны әдейі сұрап отырмын ғой, өйткені алар бөліп айтады да, мысалы мына жақта қалаң маңына көшіп келіп алғандар бар, андай қала өңіріне сіңісе алғандар бар деп. Былай істейш, қаланың маңайына кім көшіп келді? Қаланың маңайына қарапайым ауылдың тұрғындары көшіп келді. Олар еріккеннен көшіп келген жоқ. Ауылда жұмыс жоқ, жағдай жоқ, қалаға нан іздеп, нәпақасын іздеп, бір времянкаларда қиналып тұрып жатқан қаншама қазақ бар. Қаңтар оқиғасында сол пардың бәрі алаңға шықты.
ал жаңағы тонау, бірдеңкені ұрлау, ол кез келген жаңағы массовый митингтарда болады. Қырғызстанда да болды, иә, ондай жағдайлар, алғашқы митинг. Өйткені бізде митинг мәдениеті жоқ. Өйткені бізге митинг мәдениетін қалыптастыруға рұқсат берген жоқ. Осы уақытқа шейін митингке шығарған жоқ. Кетлинг алады, жабады, қорқытады. Сосын кейін ондайды көрмеген, одан кейін эмоция толпы деген нәрсе бар. Одан кейін оның барлығы әсер етеді деп ойлаймын адамға. Тіпті ақшта болған жаңағы митинг кезінде де дүкендер тоналып сөйтіп жатты ғой. Ол одан қашып құтылу мүмкін емес. Оның бәрі қылмыскер деп айтамын. Демек оның бәрі андай бір негізгі себебі емес қой, бір салдардан туған нелер ғой. Салдардан туған. Одан кейін көрдіңіз бе, бір фото шығып еді ғой. Аяқ киімді бала кроссовка жаздық, жыртық кроссовкасын шешіп, аяқ киімі ғана киіп кеткен. Сондықтан халықты кінәлауға болмайды. Мәселеге екінші жағынан келсек, мысалы сіз сайлаушыларға барып жүрсіз ғой. Сіздің алдыңызға шыққан қала тұрғындары көбінесе қай тілде сөйлейді? Қазақ тілінде. Көбіне қазақ тілінде сөйлейді, орыс тілінде. Мен қазір байқап жүрмін, тіпті орыс тілді қазақтардың өздері қазақ тілді сөйлеген азаматтарға симпатиясы көбірек. Мен мынандай бір мәселе байқаймын. Мысалы, Алматыға көшіп келген қазақ көп қой енді. Алматы Құдайға шүкір қазақланды. Бірақ солардың бәрібір қала мәдениетіне кірмеген сияқты. Өйткені сіз айтып отырсыз ғой, жаңағы сайлау бізде митинг мәдениеті жоқ деген сияқты. Тура сол сияқты қаланың айналасына көшіп келген қазақтар, өзіміздің ағайындар, жаңағы Рысқұлова мен былай айланғанда жаңағы тек такси болмаса, жаңағы индрайвердің доставкасы, базар деген сияқты. Қала мәдениетін көресіз бе сол өзіңіздің сайлаушыларыңыздан? Мен ойлаймын, тырысып жатқан адамдарды көп көремін. Жалпы бұған тағы да артқы, бұның себептері көп та, біз қазір нәтижесін көріп, оның себебі ауылдың дамымауында, ауылдағы білімнің дамымауында. Бізде қаладағы білім деңгейі мен ауылдағы білім деңгейінің айырмашылығы бар кәдімгідей. Ауылдың балалары бізде қаланың балаларына қарағанда конкурентоспособный емес, бәсекелестікке түсе алмайды. Оның біз бүйтіп ара жігін ажыратып тастадық, жылдан жылға ол ажырап бара жатыр. Кейде мынандай бір көрінеді, біз ауылдың балаларын, қаланың балаларын жұмыс жасайтын бір топ ретінде дайындап жатқан сияқтымыз. Біздің бағытты өзгерту керек. Ауыл деген ол бренд болу керек. Қазақтың ауылдары бренд. Біз қалаға тұруға емес, ауылға тұруға ұмтылуымыз керек деп ойлаймын. Шағын кішкентай қалалар, шағын кішкентай ауылдар. Сондай болса, бірақ қалада қазақтікі болу керек қой? Қалада қазақтікі болу керек, бірақ та біз жапырап қалаға ақша табу үшін келмеуіміз керек. Қалада тұратын тұрғындар, ауылда тұратын тұрғындардың деңгейі бір болу керек. Ауыл бай болу керек. Мен арманым Қазақстан дүние жүзіне ауыл шаруашылығы дамыған қазақтың еті деген бренд болса екен деген арманым бар да. Ол жақсы ғой, енді біз көп жағдайда бізде мына ақын жазушылар бір эмоциямен ба бір суреттеп тастайды да, мысалы ауыл алтын бесігім, туған жерім. Жоқ, ауылға ешқандай қарсылық жоқ. Бірақ сөйте отырады да, бізде ана ауылдың балаларына бір қаланы жек көрінішті қылып көрсетеді. Мысалы, ойбай ол тас қала, сұр қала, боз қала, қатыгез қала деген сияқты. Бірақ әлемде бүкіл елдерде, бүкіл саясаттың мәдениеті де, саяси өзгерістер де қалада болып жатыр ғой. Ол біз қазақтар қалаға сіңімізге керек қой. Қала деген кезде біз Алматыны, иә? Бірақ біздің басқа қалалар бар ғой. Барлық қала. Ол тек Алматы емес, ол. Бүкіл қала қазақы болу керек. Бүкіл қала қазақи болу керек. Қала қазаққа жат болмау керек. Қала қазаққа, қазақтар бай болу керек. Қазақ тілді қазақтар бай болу керек. Ол ауылда тұрсын, мейлі қалада тұрсын, білім деңгейі екі жақта да бірдей тең болу керек. Қалаға тек қана күн көрістің нәпақасы үшін келмеу керек. Қалада лайықты өмір сүру үшін, өзімнің қалам деп сезіну үшін, ол басқа қай жерде тұрса да адам лайықты өмір сүре алатындай біз жағдай жасауымыз керек. Жаңа сіз бір сөзіңізде өзіңіздің сайлау округіңізде 33 кандидат түсіп жатыр дедіңіз. Енді былай просто жай арифметикаға салсақ, сіз Алматының 3-тен 1-не түсіп жатсыз. Бір 500 мыңдай ма сайлаушы бар, былай бір депутат үшін 500 мың сайлаушының міндетін арқалаған тым ауыр емес па? Өйткені бізде Қазақстанда, мысалы, Сенатта ассамблеяның депутаттары бар. Олар, мысалы, 500 мың адамнан сайланбайды ғой. Кейін, мысалы, мәжіліске өтіп жатсаңыз, Сенат депутаты мен мәжіліс депутатының білендей айырмашылық жоқ. Екеуінің құқығы бір.
болмаса партиялық тізіммен өткендер жаңағы топтап партиямен өтіп кетеді, оларға үгіт насихат жүргізген де оңай, жаңағы ұрандап алдыға шыққан да оңай, ал бір мандатты округта анау бір кәдімгі ауыр соққыға жегіп қойған сияқты. Сізге ондай көрінбей ме? Сондай көрінеді. Бұл бір утешительный приз сияқты бір қоғамға тастап қойған, көрсетіп қойған бір әдемі бір көрініс қана сияқты кейде көрінеді. Себебі олар түскеннен бұрын, одан кейін бір жылдан кейін жаңа бір мандаттан түскен депутатты қайтарып алу құқығы бар. Жұмыс істемеді деп, жұмыс істемеді деп. Ол билікке сол парламентке өтіп кеткен жағдайда жағымсыз бір депутат, одан кейін ол жаққа барып жаңағыдай келіспей, қайта шу шығарып, бәр заңды қайтадан ұстап отыратын болған жағдайда, оны қайтадан артқа қайтарып жіберудің бір өздеріне бір кетікшесін қалдырып қойды. Содан кейін кейбір мен әріптестерімді көрем, халықпен кездесуге барғанда жаңағыдай сөз беріп жатады, жолды жөндеуге, ананы істеуге, мынаны істеймін, қаланың мына проблемасын, қаланың ана проблемасын. Соны қараймын да ойлаймын, бұл мәслихаттың міндеті. Мәжілістің, жергілікті әкімдердің міндеті. Жергілікті әкімдердің және жергілікті мәслихаттың міндеті. Ал мәжіліс депутаттарының міндеті мүлдем басқа. Біз барған кезде де бізден де сұрап жатты да, халық ананы жасайсыңдар ма? Мен түсіндіріп айтамын. Мәжілістің міндеттері мынандай: заң шығарушы орган, республикалық бюджетті жаңа қарайтын, атқарушы биліктің есебін тыңдайды. Жергілікті мәслихат, біз мәслихат депутаттарымен бірге жүреміз. Өзіміздің округтан түскен мәслихат депутаттары бар, мен бар, бәріміз. Міне, мына кісі мәслихат депутаты, мына проблемаларға, мына проблема бізге жатады деп сөйтіп бөліп түсіндіріп, айтып, жаңағы қолымыздан келмейтін нәрсені әдемі біздің бағдарламаның өзі басталады, парламенттің құзыретіне кірмейтін нәрсені орындаймын деп сөз бере алмаймын деп басталады. Себебі орындаймын деп айтқаннан кейін оған жауап беру керек. Сізге ешкім дауыс бермейді ғой онда? Жоқ, неге дауыс? Мен мынандай мәселені шешпеймін деп бірден айтасыз. Бізде Совет үкіметінен қалып қалған түсіндік қой. Баяғыда ана халықтық депутаттар деген болды ғой. Сол барады, мысалы ауданға барады, не істейсің десе, ой, жаңағы 100 саулықтан 113 қозы шығарамыз деген сияқты уәде береді ғой. Алдауға болмайды халықты. Халықты онсыз да алдап жатыр. Билік алдайды, басқаларды алдап жатыр. Халықтан шыққан біз алдасақ, онда не болады? Онда мен ойлаймын, адам сөзіне жауап беру керек. Сондықтан мен үнемі барған кезде айтам да, мына нәрсені, депутат егер өтіп жатсам, депутаттық сауал ретінде жолдай аламын. Визиткада бізде менің жеке номерім көрсетілген. Күнде мен WhatsApp-қа жауап берем, күнде адамдар жазып жатады. Сіз бүгін келіп кетіп едіңіз ғой, мынандай деп. Содан кейін айтам да, міндетті түрде ол телефон үнемі өзімен депутаттық сауал ретінде жолдауға болатын жағдайлар, мәселелерді мен жолдаймын. Ал мына мәселе келмейді, мен сізге қазір сөз беріп кете алмаймын деген сияқты оны айтам. Сондықтан ойлаймын, халықты алдауға болмайды. Онсыз да алдап келді, одан сайын алдап, оны былықтырудың, адамға үміт беріп, одан кейін ол үміт ақтамай кетіп қалу, менің ойымша ұят нәрсе болады. Сонда барасыз да мәселені тыңдап аласыз да, мынау мәслихаттың шаруасы, мынау Алматы қаласы әкімі Досаевтың шаруасы, жолын көрсетеміз. Мына мәселе бойынша бұлар хат жазу керек. Біз сізге хат жазып көмектесек, бұл хатты егов арқылы жіберу керек. Міне мәслихаттың депутаты сізге сопровождать етеді. Ол кісі өзінің қолынан келеді. Ал егер мәжіліс депутаты болсам, қай мәселені көтеремін деп айтып жүрсіз? Мәжіліс депутаты заң шығарушы орган ретінде депутаттық сауалдар жолдауға болатын. Мысалы, кейбір заңдарға байланысты олқылықтар, депутаттық запрос жасауға болатын мәселелердің барлығы. Мен айтатын бір нәрсе сіздерге толығымен сөз берем. Ол, егер сайланып жатсам, всегда сіздермен бірге болам. Біздің ортақ чатымыз болады, барлық мәселелерді сіздермен сөйлесіп, сіздер маған кез келген уақытта хабарласып, Назарова, сен неге мына проблеманы айтпадың? Мына талқылау болған кезде сен мынаны айтуың керек еді, мынаны айт деген сияқты сіздермен бір командалық жұмыс жасайтын депутат болам. Сондай сөз бере аламын да. Ертең журналистерден қашып жүрмейсіз ғой былай? Мандат алып алғаннан кейін. Жоқ, қашпаймын. Осыған дейін де қашқан жоқпын. Мен керісінше өте қуанышты боламын журналистер шақырса. Ал енді қазіргі сайлау жалпы науқанына бір кішкене назар аударайықшы. Осы сайлау бұрынғы сайлаудан әлдеқайда бір демократиялық түрде өтіп жатқан сияқты. Өйткені бір кандидаттарды аяқ астынан алып тастап жатыр, олар сотқа береді, олар қайтадан жаңағы қалпына келтіріп жатыр. Болмаса жаңағы бір мандаттық округтерден баяғыда мысалы билік мүлдем жолатпайтын Инга Иманбай мысалы,
ана Абзал Достияр деген сияқты, Дума Мұхаммед Кәрім, жаңағы Дина Егеубаева деген сияқты бір андай біртүрлі кандидатты, билік үшін біртүрлі кандидаттардың бәрін тіркеп ұстады. Енді қазір билік бітеп қарап отырған сияқты да, ал демократия керек пе? Алдыңдар. Бәрі әділ, бәрі таза деп отырған сияқты. Сіздің ойыңыз қандай? Бір-бірімен шағыстырып қойып, қарап отырған сияқты. Оның бағасын біз тек қана сайлаудан кейін береміз деп ойлаймын. Қазір қатыстырып, бұл шығын ғой үлкен, шығынға батырып, қаншым энергияны жұмсатып қойып, бірақ тура 19 күні келген кезде, дауыс санайтын кезде ол кандидаттардың бақылаушыларын кіргізбей, дауыстарды қалағанша санап, менің ойымша әрбір округта биліктің өзінің фавориттері бар. Соларды жіберуге тырысады деп ойлаймын. Егер сондай жағдай болатын болса, онда осының бәрі бір үлкен қойылым, үлкен ойын, және онда азаматтық қоғам үшін өте бір өкінішті болады деп ойлаймын. Азаматтық қоғам деп отырсыз ғой, тура осы жерде бір екінші сұрақ туындайды да, мысалы, бізде Құдайға шүкір, ешкімнің жаңағы белсенділігін жеке басын кемсітпеймін. Азаматтық белсенділігі жоғары азаматтар көп, олардың бәрін мен қолдаймын. Жалпы белсенділігін қолдаймын. Мысалы, кейбірінің маған жеке басы ұнамайды, кейбірінің саяси, жаңағындай популистік ұнамайды. Бірақ дегенмен мен кез келген азаматтық белсенділікті қолдаймын. Сондай адамдар көп, қазір осы бәрі жаппай сайлауға түсіп жатыр. Бірақ осылардың ішінде бірігіп, бір жалпы азаматтық қоғам ретінде бірігіп, мысалы бір стратегиялық, тактикалық тұрғыдан бәрі қате жіберген сияқты. Өйткені бәрі жыпырлап, топырлап, жаңағы бір-бір округке түсіп жатыр. Неге солар арасында өздеріңіз барсыз, бір жиналып, бір ақылдасып, бір топқа 2 адам түсіп, бір округқа, қалғандарыңыз мысалы мәслихатқа түсіп деген сияқты бір жалпы республикалық болмаса да, бір үлкен қалаларда координациялық бір орталық ашамадыңыздар. Жалпы ондай ой болды. Біз осы Думан Мұхаммед Кәрім, Динара Егеубаева, Әлнұр төртеуміз желтоқсан айында 6 қаңтар деген блок құрдыңыздар. Блок құрып, желтоқсан айында мәжіліс сайлауына қатысатынымыз туралы хабарладық. Сол кезде біздің мақсатымыз әр округтан бір адам жинау болатын. Енді кейбір мәселелерге байланысты ол жүзеге аспады. Біз қазір кейбір жекелеген азаматтар келіспей қойды ғой. Жекелеген азаматтар кірді, мысалы бізде Лұқпан Ахмедияров Оралдан, Қанатбек Балсариев деген азамат Қарағандыдан, Леся деген қызымыз Атыраудан кірді, қатысты. Одан кейін тағы бір топ бар, тәуелсіз кандидаттар блогы деген Дина Елгезек апайымыз құрып, барлығымыздың басын құрып, ол жерде де өте көп кандидаттар, мен деп тұрған азаматтар бар. Болды әңгіме, жақындаған кезде әр округтан бір адамды қалдырып, қалғандарымыз шығайық деген. Себебі тіркелдік, тіркелгеннен кейін гарантия жоқ. 19-на дейін кім жетеді, кім жетпейтіндігіне, өйткені декларацияның жауабы тіркелгеннен кейін 15 күннен кейін шығады. Сондықтан мен ойлаймын, әлі де 2 аптаға жуық уақыт бар. Барлығы өзгеру мүмкін. Оны өткенде пресс-конференцияда Айман Тұрсынхан да айтты. Қазір қарасаңыз, өткен аптада ғана Рысбек Сәрсенбаев ағамыздың пайдасына Қайрат Нұрқадилов өзінің кандидатурасын шешті. Сол сияқты кейбір жерлерде сондай әрекеттер болып жатыр. А 17-сіне дейін не болатындығын әлі уақыт көрсетеді. Барлық кандидаттар бір-бірімен өте жақсы қарым-қатынаста, барлығы бір топта отыр, бір чатта отыр, бірін-бірі қолдап, бағдарламаларын көріп. Бірақ дегенмен бір ана жеке басының амбициясымен бір келіспеушіліктер бар ғой. Мойындайсыз ғой. Біздің топта жоқ. Сіздердің топтарыңыз 6 қаңтар ма? 6 қаңтар блогындамыз, және біз осы тәуелсіз кандидаттар. Ол тәуелсіз кандидаттар манифест қабылдағанда өзім баспасөз мәслихатында болдым ғой. Сонда мысалы Мұхтар Тайжан болды дегендей, Еркін Қалиев болды, Ерлан Қалиев, Айман Тұрсынхан, Ермұрат Бапи, Санжар Боқаев болды. Сол кезде бір сұрақ сұрайын деген, бірақ мен бір жалпы жай журналист ретінде Мұхтар Тайжанға бір сұрақ қойдым. Ол бір маған бір сол сұрақты бір кірпияз қабылдаған сияқты көрініп қалды, бір тікірейіп. Сосын екінші сұрақ қоюға да ұялдым. Өйткені тәуелсіз кандидаттарды тұқыртып жатпайын деп. Сол 6 қаңтар блогы мен сол кездегі Мұхтар Тайжандар отырған блогтың не айырмашылығы болды? Біз әріптестерміз.
әріптес блоктар деп айтса болады. Екі топ бірақ әріптестер. Иә. Сіз ана жерде де жүрсіз, мына топта да жүрсіз. Думан Мұхаммедкерімде екі жерде. Енді біз, одан кейін мен мысалға біздің топ қазір альянс, тағы бір альянс бар, бұл маслихатқа түсіп жатқан дербес кандидаттардың блогы. Біз ол кісілермен де қолдаймыз. Барлығымыз бір штабта отырмыз. Енді бұның бәрі биліктен емес, тәуелсіз азаматтар болғаннан кейін енді адамдар мүмкін бір жанына жақын, өзімен көбірек сөйлесетін, көбірек әріптес адамдармен бірігуге тырысатын шығар. Содан кейін осындай топтар пайда болды. Бірақ та ешқай топ бірін-бірі жамандап, немесе бірін-біріне қарсылық бір шабуылдар жасап өйтіп жатқан жоқ. Бірақ дегенмен ана биліктің мысалы ал не істеп аласыңдар, көрейінші деп бір сызып берген алаңында жаңа азаматтық қоғам белсенділері бір-бірінің сөзін тыңдамай, бір сасып қалған сияқты ма, сондай көрінеді маған. Бізде қанша жылдан бері бұндай жүйемен сайлау болған жоқ қой. Көп адамдардың тәжірибесі, сайлау кампаниясын қалай жүргізу керек, тіпті дебат мәдениеті де енді көріп жатырмыз да, бұл да бір практика. Сондықтан ойлаймын, бұл жерде бір керемет иллюзия жоқ, демократиялық Қазақстан, жаңа Қазақстан деген иллюзия жоқ. Бұл сайлау мәдениетін қалыптастыру, бұны да бір өтіп көру, бұл процесс керек, қоғам үшін керек, жаңағы оппозицияда жүрген азаматтар үшін керек. Біріншіден, сайлауға қатысу арқылы олар өздерінің қаншалықты жақтастары бар екендігін, өзінің потенциалына шынайы баға береді. Ол соны көрсетеді. Сайлаудың нәтижесі, бюллетендегі сандардың нәтижесі, қаншалықты ол адамдар бақылаушылар жинай алады, және қаншалықты ол адамдар сенімді өкіл жинай алады. Ол сөзіңізбен келсем, енді кез келген сайлау, кез келген азаматқа, кез келген белсендіге, кандидатқа өзінің жаңағы ұстанымын, саяси көзқарасын шыңдау, соны жеткізудің бір амалы ғой. Ол жаңағы сайлауға не үшін қатысты, не қатысып жатыр деп айыптауға болмайды. Мен сұрап отырған басқа мағынада дейді да, неге бірігіп, жаңағыдай бір тұтас жүйемен, бір тұтас тактикамен, стратегиямен. Жақсы, түсіндім. Енді екінші мәселе, мысалы, мен заңгер емеспін, сіз заңгерсіз, бір мандаттық жүйе бойынша, мысалы, бір-ақ тур. Сіздер 33 кандидатсыздар, мысалы, бір-ақ дауыс шешіп кетеді. Иә. Сонда 33, білмеймін енді 33 адамды бір турда қалай анықтауға болады? Екінші турға өткізбеу бұл қандай да бір сайлаушының, жаңа кандидаттың бір конституциялық құқығын шектеу сияқты көрінеді маған. Иә, сайлаушының да, жаңағы кандидаттың да құқығын шектеу. Менің ойлаймын, енді бұл мемлекет ұйымдастыру жағы бұл ЦИК-та ғой. Сондықтан олар өздерінің жұмысын жеңілдетті, қоғамға керек сайлауы, осы сайлауды берейік деген сияқты бір әрекет болғанға ұқсайды. Демек екінші тур жоқ деген ол ЦИК-тің қаулысында ма, жоқ ана біз жазда дауыс берген референдумда бар ғой ондай. Иә. Относительное большинствомен шешіледі бұл дауыс. Бірақ ол жерде нақты жоқ. Бірінші тур, екінші тур деген жоқ. Жоқ. Орталық сайлау комиссиясы бекітеді. Иә. Президент бекітіп қол қойған, осы заңға енгізілген өзгеріс қой. Бір жағынан екінші тур кандидаттарға да бұл ақша ғой. Кандидаттарға да ақша. Білмеймін енді бірінші. Мен мысалы қараңыз, сізге дауыс бергім келеді, тағы бір кандидатқа дауыс бергім келеді. Мысалы, екеуіне бірдей бере алмаймын ғой. Мысалы, бірінші турда сізге берсем, сіз екінші турға өтсеңіз, қарсыласыңыз азаяды. Екі адам, 4 адам деген сияқты. 4 адамның ішінен таңдау оңай ғой, мысалы, 33 кандидаттан таңдағаннан гөрі. Өйткені мен мысалы, жарайды сізге берем, басқалар бір болмайтын дауыспен, өйткені дауыстың бәрі 33 топқа бөлінеді ғой. Енді заңның негізі сайлау туралы заңда кемшіліктер өте көп. Егер жаңадан барған парламент, әсіресе өзін өз ұстуы бойынша барған тұлғалар, осы заңды бүге шүгесіне қарап шығып, бізде әділетті сайлау өткізуге негіз бола алатын заң жазып шығу керек деп ойлаймын. Сондықтан да бұның барлығы енді қазір уақыттың еншісінде. Мен өзім жаңа кандидаттар өте көп болып кетті, сол кезде ойладым да, неге кандидаттардың арасында бірінші тур ретінде экзамен тапсыртпасқа? Конституциядан, мемлекеттік тілден, мысалға, қарапайым ғана. Ол кезде де біраз адам азаятын еді. Ол кезде бәрі шулайды ғой, өйткені билік оңбаған, жаңағы адамдардың конституциялық құқығын шектеп отыр, андай бір қолайсыз үміткерді өткізбеу үшін әдейі істеп отыр деп айтады ғой. Егер адам
парламентке барғысы келетін болса, конституция біздің ең негізгі заңымыз, мемлекеттік тіл, ол мемлекеттік тіл. Енді сіз солай айтасыз, өйткені кезінде президенттік сайлауларда көрдік қой, қазақ тілінде сөйлемейтін адамдардың бәрі ана тіл комиссиясына бәрі 5 алып шықты ғой. Енді мысалы қазақи ауылда өскен қазақи ненің өзі мен қазақ тілі мектепте әрең 4 алатынмын. Енді оны просто біз дұрыс ұйымдастырған жоқ та олар. Мен ойлаймын, біз балаларға ент тапсырған кезде 24 сағат видеокамера қосып қойып, қалай ент тапсырып отырғанын көреміз ғой. А неге біз кандидаттардың экзамен тапсырып отырғанын көрмейміз? Қалай олар? Сіз егер қазақ тілінен емтихан тапсырса, сіз жаңа 33 кандидат қанша қарсыласыңыздан құтылар едіңіз? Ой, тең жартысынан құтылатын едік. Демек сіз өз жағдайыңызды ойлап отырсыз ғой? Өз жағдайымды ойлап отырғанда, ол халықтың жағдайы. Қалжың айтамын. Ол негізі күнделікті айтылып жүргенде талап қой, негізі оның үстіне өткенде ғана мемлекеттік қызмет агенттігі ме бізде мемлекеттік қызметкерлер агенттігі атын дұрыс айтпай отырмын. Сол жерде бір бастама көтерілген, жалпы мемлекеттік басқару академиясына түсетіндер, мемлекеттік қызметке ілінетіндердің бәріне мемлекеттік тілді талап ету, сол былай қолға алынған мәселе, ол мүмкін бәлкім алдағы сайлауда ол депутатқа үміткерлерге де қойылуы тиіс ақыл. Дұрыс, ол ойыңыз дұрыс. Сіз жаңағы 6 қаңтардағы тобыңыздың бір мүшесі Динара Егеубаева болды. Белгілі журналист, қаңтар оқиғасынан бері өте белсенді көзге түсіп жүрді. Жаңа қаңтарға зардап шеккендері, қаңтарға қатысушылардың құқығын қорғап, түрлі сұхбаттар жүргізіп, кейін кезде түрлі жағдайлар болды. Мысалы, машинасы өртеніп кетті, бір шабуылдар жасалды деген сияқты. Бірақ осы сайлауда Динара Егеубаева ең бірінші болып кандидат болып құжатын өткізді. Үгіт насихат басталды, Динара Егеубаева тып-тыныш жатыр ғой. Сіз хабарыңыз бар ма? Бір қорқып жатыр ма? Жоқ, қорқып жатқан жоқ. Ол кісінің өзінің осы сайлауалды кампаниясын жүргізуінің тактикасы әлеуметтік желі деген бағытты таңдады. Бүкіл кампаниясын тек қана YouTube-та, өзінің YouTube арнасында және Instagram каналында арнасында ғана жүргізіп жатыр. Енді әркім өз таңдайды, қандай платформаларды жасайды. Ол кісі айтты, мен штаб құрмаймын, кеңсе жалдамаймын, және мен үшін негізгі өзімнің көрермендеріммен ары қарай жұмысымды жалғастыра беремін деген, мемлекеттің берген жаңағы ақшасын алмаймын деген позицияны ұстанды, және сол бағытында жұмыс жасап жатыр. Думан Мұхаммедкәрім? Думан аға қазір осы Алматы облысынан түсіп жатқандан кейін күнделікті облыстарды аралап жүр. Ол кісінің графигі бар. Өткенде Қаскелеңде кездесу өтті, біз барып қолдау көрсеттік кездесуіне. Басқа жақтарда да күнделікті жаңағы штабмен бірге аймақтарды аралап, эфирларын түсіріп, сұхбаттарын жазып, сондай өте белсенді қарқынды түрде жұмыс жасап жатыр. Қазір көріп отырмыз, қолдау өте жақсы, халық қалай қарсы алып жатқанын көріп отырмыз Думан ағаны. Сондықтан компания жақсы жүріп жатыр, және нәтижесі де жақсы болады деген ойдамыз. Сізде әлеуметтік желі жоқ? Менде жоқ. YouTube канал жоқ? Жоқ. Халықпен кездесіп жүрсіз? Иә. Бірақ андай халыққа барғанда қойшы сол сайлауды бәрі белгілі ғой деп айтатындар бар ма? Бар. Халық сенбейді. Шешіп қойған ғой, не үшін барамыз деген. Кейбір саясатпен қызығатын адамдар, олар көру керек, бұндай мүмкіндікті пайдаланып көру керек дейді. Әсіресе үлкен кісілер, жаңағы кезіндегі сол мажоритарлық жүйемен өтетін сайлауды көрген азаматтар. Одан кейін менде енді әлеуметтік желі жоқ болса да, кейбір кісілер танып жатады. Көбіне осы Думан ағаның эфирі арқылы, сайлау арқылы біліп жатады. Одан кейін барып жеке жүзбе-жүз танысып отырып сөйлескеннен кейін, жаңағы аулада отырып бірге әңгіме айтқаннан кейін таныс біліс болып қаласың. Сондай бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы айтады, қанша адамның қолын алсаң, сонша дауыс жинайсың деген. Біз сол теорияны тексеріп көрмекшіміз. Бірақ сіздің мынаған бір ішіңізді ашмай ма? Кейбір белсенділер болады да, тек әлеуметтік желіде отырады. Ешқайда шықпайды, жаңағыдай бір жақсы телефоны бар, эфирін қосып қояды да, ананы айтып, мынаны айтып, жақсы аттанып отыра береді. Екінші адамдар бар, бағана өзіңіз сияқты жаңа сайлауды бақылаудың бүкіл қара жұмысында жүреді. Ешкімнің көзіне түспейді, бәріне жек көрінішті болады, бірақ түнде жаңағыда бір кейстар, процестер, бір нәтижелерді шығарады да, бірақ оларды ешкім білмейді.
көпшілік білмейді. Тура сондай мысалы ол жалпы оппозицияда ғана емес, азаматтық қоғам дейміз. Мына парламент мәжілісінде де бар. Үлкен бір жаңағыда идеяның генератор депутаттары болады, отырып алады да кабинеттен шықпайды, бүкіл заңды жазады, қара жұмыстың бәрін істейді. Ал кейбір депутаттар жаңағы облыстарға, аудан адамдарға барып қыдырып, әйтеуір бір сөйлеп қойып, ет жеп, қымыз жеп қайтады деген сияқты. Сізде соған ішіңіз ашмай ма мысалы? Кейде енді қоғамда ондай нәрсе болады. Мақсат, әркімнің қандай мақсаты бар. Менің мақсатым пайда тигізу, жұмыс істеу. Менің қолымнан жаңа популистік іс-әрекеттермен айналысу келмейді. Шығып алып, там бізде бар ғой кейбір айқайлап, истерика көрсетіп, ондай нәрсе менің табиғатымда жоқ болғаннан кейін шығар. Өзімді қанағаттандырады істеп жатқан жұмысым. Өзім содан ләззат аламын. Сайлау біткеннен кейін, қорытынды есептер жазылғаннан кейін сот процестерін өтіп, бір кейс пайда болады. Қаншама жаңағы біз осы бақылаушылар ұйымының платформасында қаншама Алматының белсенділерін мен бірге жұмыс істедік. Сайлау кезінде көше, ДВК, Демпартияның кейбір мүшелері, көпбалалы аналар, басқа да топтар, мысалға, бәрі келіп бір ұйымнан бақылаушы болу ғана мен үшін сол ең үлкен жетістік деп ойлаймын. Біздің ұйым үшін басқа қай ұйым әртүрлі көз қарастағы азаматтарды, қоғам белсенділерін біріктіре алады. Менің ойымша ол Алматыда тек біздің ұйым ғана. Басқа жерге барса ол кісілер бір-бірлерімен ұрысып қалуы мүмкін. Бірақ сіз мақтанбайсыз ғой, сіз соны қайып жасап айтпайсыз ғой? Айтпаймын. Неге айтпайсыз? Енді оны көретін адамдар көреді. Мысалы, сіз қателеспесем 17-ші ақпанда ма, қаңтарға қатысты бір не жасадыңыздар, алаңға бір 13-ші, иә. 13-ші ақпанда. Алаңға бір шам жағып, жаңағыдай қарсылық акциясы деп айтуға бола ма, жоқ? 13-ші ақпанда қаңтар құрбандарына еске алу 40-ын өткізу бойынша біз жаңа аналар ақжаулық жауып келіп, шелпек пісіру, мысалға сол жерде біздің Марат Тұрымбетов сияқты азаматтар, Айгерім Тілеужанова, Азамат Шорманханұлы, Альнұр Иляшев, біздің ұйым бар, бәріміз бірігіп ұйымдастырдық. Үйімізден жаңағы дастархандарды алып келдік, жайдық, мынау плакаттар қайтыс болған азаматтардың барлығын тізімін жазып, оны бүйтіп қан ағып тұрған сияқты жазып алып келіп іліп, біздің кеңседе болды, бақылаушылардың кеңсесінде осыны жаңағы не істейміз, қалай ұйымдастырамыз. Нәтижесінде алды да ол кеңседен біздің ұйымды шығарып жіберді. Жаңағы жалға берушілерге қысым көрсетіліп, ол кісілер бізге айтты, сіздер үндемей қоя салдыңыздар. Біз жақсы шығып кетіп, біз әр сайлау сайын жаңа ойбай билік қысым көрсетіп жатыр деп айтқан жоқсыздар ғой? Әр сайлау сайын біз кеңсе ауыстырамыз. Біз үшін ол қауіпті жағдай болып қалған. Әр нәрсені одан кейін ойбайлай берсең, ел қорқады. Біз өзіміз оппозиция ойбайлап қорқытып, елдің бәрін қорқытып алғанбыз да, халық шықса ойлайды, мә оппозицияда болған қауіпті ғой, сөйтеді ғой, бүйтеді ғой, ұрады ғой, жауып тастайды, жұмыстан шығарып тастайды. Біз керісінше қорқытпауымыз керек азаматтарды, керісінше тартуымыз керек, жақтастарды көбейтуіміз керек қой. Ал шығырлап шашыңды жайып жүріп истерика жасай берсең, бәрі айтады ғой, мына жерден құдай сақтасын. Қаңтарды еске алу шарасынан кейін бір қуғындау не болды ма сіздерге? Қысым көрсету, кеңседен басқа шығарып жүрді? Жоқ, басқа болған жоқ, кеңседен шығару. Одан кейін Марат Тұрымбетов пен Айгерім Тілеужанға айыппұл салынды. Қателеспесем Болат Абиловқа да сол кезде айыппұл салынды. Демпартиядан бірнеше адамды 15 тәулікке қамады. Сондай әрекеттер болды. Қаңтарды қалай қабылдадыңыз? Өте ауыр қабылдадым. Қаңтар мен үшін әлі күнге шейін өте ауыр тақырып. Мен жаңа жылға ауылға кетіп қалған болатым ол кезде. Төрті күні Алматы шыққан кезде біздің ауыл Үржар, кішкентай ауылдық жердің өзі шықты. Өте көп азаматтар шықты, түнімен тұрды, Алматыны қолдаймыз деп. Біздің ауылдан Бақты республикалық трассасы бойынша ауыр жүк көліктері өтеді, Қытаймен шекара бар ғой. Сол трассаны жауып, ауыл үшін ол деген ешқашан бізде ауыл митингке шықпаған ғой. Ауыл азамат ертесі күні ауылдық акиматқа барып, жаңағы әкімнен талап айтып, халық бір леп алды. Бірақ ешкім ойлаған жоқ қаңтарды атады деген нәрсені. Мен сол күні түнде Алматыда болып жатқан адамдармен хабарласып сөйлесіп отырып, өкіндім Алматыда болмағаныма. Алматыға қатты келгім келді, 6 күні жеттім Алматыға. Келе салысымен алаңға бара жатқанмын, маған жаңағы Айгерім хабарласты. Арай, біз алаңдамыз, бірақ бұл жақта атып жатыр.
келем келмеу өзіңнің шешімің. Енді мынандай жерге шақыруға болмайды. Мен айттым, мен қалай жатамын? Қазір мен сумкамды тастаймын, келем. Шығып бара жатыр едім, маған әріптестерім звондады, Арай осылай біз Қырғызстанға кетіп бара жатырмыз деді. Думан Мұхаммедкәрім, ол кісі алаңнан өте көп видеолар түсірген, резиденциядан видео түсірген. Алматыда интернет жоқ, Қырғызстанға барып, сол жақта интернет пайдаланып, салып келу керек деді. Жақсы деп, сол көлікпен отырып, біз Қырғызстанға жолға шықтық. Сол кезде ауылдан Алматыға келген кезде қатты мен үшін таңғалыс болды. Көшеде өртеніп жатқан машиналар, белгісіз адамдар, жаңағы пикаптар, одан кейін қаладан өтіп бара жатқан кезде Райымбектің бойында Момышұлына жетпей бір жаңағы белгісіз адамдармен блоктар қойылды. Сөйтіп машина жаңағы блокқа жақындай берген кезде машинаны лобовойға атады. Бүйтіп дәлдеп тұрады да. Ана дәлдеп тұрады, не қорқатыныңды білмейсің, не сезетініңді білмейсің. Атқан кезде мен тиген жоқ, жоғары қарай атты. Видимо, жоғары қарай атқан болу керек. Қатты қорқтым, бірақ айналып өтіп, біз сол күні түнде Қырғызстанға жеттік. Сол жерде интернеттер сатып алдық, телефондар сатып алдық и жаздық. Думанаға ары қарай Қырғызстанға өтіп кетті. Біз сол кезде шетелдік бақтарға, Айгерім Тілеужан бар, Жазира болды, ағылшынша жақсы сөйлеседі. Шетелдік бақтарға, бүкіл консулдарға, посолдарға бар, кімнің телефоны бар, сол жерде отырып бәрін жазып, ертесі күн таңертең сағат 7-те Алматыға келген жайымыз бар. Одан кейін Алматыда уже бірнеше сол журналистер келді. Солардың барлығы біз Ермекке, басқа да ширттағы оппозицияларға жібердік. Өте тарап кетті. Арай, мынандай ғой, сондай бір төтенше бір жаңағы қайғылы оқиғалардың ортасында жүргенде адам көп затты, көп мәселені байқамайды. Өйткені ана бір үрдістің ішінде, сол бір қарбаластың ішінде жүре береді. Кейіннен бір отырып ойланып көрдіңіз бе, қаңтарда не болды дегенге? Иә. Не болды сонда? Біз ол туралы көп ойландық. Көп жерде жиналған кезде ойландық. Қаңтарда халық шықты. Мен бір ғана нәрсені көрдім. Қаңтарда қарапайым халық алаңға шықты. Халықтың толпаның эмоциясы деген нәрсеге ерді. Одан кейін сіз жаңа колоннамен кетіп бара жатқан кезде мен көп адамдармен сөйлестім да, өте бейбіт адамдар болды. Тіпті ана дүкендегі азаматтар, жол бойында дүкені барлар деген көшеге блокпен кола, су алып тастап кете берген дейді, шығарып қойған. Кез келген өтіп бара жатқан адам алып, ана жерден суды алып ішіп, коланы алып ішіп, жаңағы тұрған үйлер адамдар дәретханаға қысылады ғой, бәрі есіктерін ашып, кіргізіп, шығарып, сондай әрекеттер болған. Ал енді провокацияны мен ойлаймын мемлекет жағынан, мүмкін арнайы бір топтардың жағынан жасалынды. Әдейі жасалынды, соны пайдаланып кетті. Бұлай айтқанда бізде ашық қоғам жоқ қой, бізде саяси қоғам жоқ. Мысалы, желтоқсанда да сондай болды ғой. Мысалы, халық шықты, бір жоғары жақ бір топтары өздерінің мүдделеріне сол нені пайдаланып кетті. Сіз осы жаңа қаңтарға қатысты айтып жүргенде де өзіңіздің жаңағы сайлау алдында барғанда мен қаңтарда осылай істедім деп айтпайсыз ғой? Жоқ, айтпаймын. Мені айтатындай мен көпіне ештеңе істеген жоқпын. Жақсы, енді соңғы сұрақ, сізге сайлау үшін не үшін дауыс беру керек? Осы сұраққа ойланып көрдіңіз бе? Ол сұраққа ма? Ойланып білмеймін, не үшін дауыс беру керек. Енді жұмыс жасайтын адам ретінде дауыс беру керек деп ойлаймын. Популист емес, шынымен жұмыс жасауға баратын, және осы жұмыстарды түсіне алатын адам ретінде, ашық, өздерінен үнемі контактіде болатын адам ретінде дауыс беру керек деп ойлаймын. Қай саяси партия қазір жұмысына көңілсіз толады, партияның? Ешқайсысына. Ешқайсысына көңілсіз толмайды. Арай, бізге сұхбат беруге уақытыңызды бөліп, жаңағы қазір енді сіздің уақытыңыз өте тығыз ғой, жаңа халықпен күнде кездесіп жатыр. Кеше 2 жыл бұрын осы хабарласқанда бірден келісіп, қандай сұрақ қоясын деп айтып, жаңағындай сұрап, міндетсінбей, сұрақтарыңды жібер деп айтпай, осы келіп ашық жарқын сұхбат бергеніңізге рахмет. Алдағы сайлауда сізге сәттілік тілеймін. Енді
осы 20 жылға жуық журналистикада жүрмін, сіз сияқты кандидатты бірінші рет көріп отырмын, жаңағы мынандай шаруаны істей алмаймын, мынандай шаруаны істей алмаймын деп ашық айтып отырған. Сосын жаңа әйтпесе көп кандидаттар ананы да қатырамын, мынаны да қатырамын дейді ғой қазір. Сәттілік тілеймін. Рахмет көп. Сіздерге рахмет шақырғандарыңызға және айтуға мүмкіндік бергендеріңізге. Рахмет. Құрметті көрермендер, жаңағы әңгімеміздің басында айтқан бір құлаққағысты қайтадан қайталағым келеді. Өйткені сұхбат беріп отырған Арайлымға немесе сұхбат алып отырған маған орталық сайлау комиссиясының қандай да бір қырсығы тимес үшін ол бұл сұхбат тегін негізде жазылып отыр. Біз онлайн платформа ретінде орталық сайлау комиссиясына ақылы үгіт насихат жүргізуге ешқандай өтініш бергеніміз жоқ. Арнамызда алынып жатқан сұхбаттардың бәрі тегін негізде және әртүрлі саяси көзқарастағы адамдарды, кандидаттарды шығаруға тырысамыз.